Білім алу шынымен де маңызды емес пе? Білім алу қаншалықты өмірде маңызды? Сенің аттестатында 5 пен 4 болмаса не істейсің? Сен диплом алмасаң, сенің өмірің қалай болады? Егер де сен сабақты вообще оқымаған болсаң, онда сенің алдағы өмірің қандай болады? Алдағы табысың қандай болады? Жалпы осылардың барлығын жинастырып отыра. Шынымен де білім алу маңызды ма? Маңызды емес па? Дәл осы сұраққа жауап беретін боламыз, достар. Достар, мұғалімдер, оқушылар. Мен болашақ мұғалім және де дәл осылай болашақ мұғалім ретінде осы сұраққа жауап беретін боламыз. Ендеше каналға тіркеліп кет, комментарияға жоқ сенікі қате, білім алу маңызды деп жаза бер. Маған бәрібір лайк басып кет, және де менің әлеуметтік желіме тіркеліп кет. Барлығы ссылкада. Ендеше кеттік, бастаймыз. Сонымен білім алу маңызды ма? Мен шынымды айтайын, болашақ мұғалім ретінде, мектепте парламент мүшесінде көптеген жылдар бойы жұмыс жасаған адам ретінде, мектеп президенті болған адам ретінде, білім алу негізінде маңызды емес. Бірақ, егер де бұл видеоны медицинаға оқитындар, немесе өте маңызды мұғалім деген профессияға оқитындар болса, онда білім алу маңызды. Сендер үшін маңызды. Электрик болсын, дәрігер болсын, полиция болсын, басқа әртүрлі мамандықтар, ол жерге диплом алу маңызды. Жалпы өмірде негізінде шыны керек өте көптеген мамандықтарға білім алу маңызды. Бірақ егер де сен бизнесмен болғың келсе, егер де сен просто так өзің үшін бір успешный успех болғың келсе, онда сен үшін білім алу маңызды емес. Шынымды айтайын. Өйткені қаншама адамдарды білеміз. Жалпы білім алмай-ақ өмірде бірдеңеге жетістікке жеткен. Илон Маск, Альберт Эйнштейн, ол вообще физиканы ашып жіберді адамдарға. Дәл осындай стильде. Сондықтан да, егер де сен қазір өзіңді сындырып жүрсен, мен бұл видеоны, ең басты назарым бұл видеоны, мысалға 2 мен 3-ке оқитындар үшін арнап отырмын. Ең маңызды. Егер де сен 4 пен 5-ке оқысан, онда сен үшін басқа да бір видеолар болады алдағы уақытта міндетті түрде болады сен үшін видеолар. Бірақ дәл осы 2 мен 3-ке оқитындарға айтарым, сынба, берейме, алдағы қарай бара бер. Сен үшін мир, былай айтқанда, без границы, мир без границ. Қазір мысалы ютубта видеолар тегін, сабақтар тегін бар. Тіпті курстардың өзі тегін бар қазір интернетте. Сен мысалға, мен блогермін, болашақ мұғалім, ал қазір данный момент, егер шынымен менің профессиямды айтсам, мен блогермін. Мен блогерлікқа ешқандай да бір оқығаным жоқпын. Точнее, кішкене оқыдым, бірақ ол мектепте мені үйретпеді. Мен жай ғана өзіме керек мәмілені алдым. Сен де ең басты бұл жерде, былайша айтқанда, ең басты ой бұл жерде, сен өзіне керегін ғана ал. Барлығын алудың қажеті жоқ саған. Өзіне ғана керегінді ал, және де бұл саған пайдасын береді, әлде қайда пайдасын береді, барлығынан алғаннан гөрі. Шын айты, болашақ мұғалім ретінде айтайын. Мінеки, сондықтан да образование шыны керек емес. Образование керек емес. Ішінде көптеген проблемалар бар. Бұл енді данный момент мен Қазақстандағы система образования бойынша айтып тұрмын, және де әлем бойынша өте көптеген мемлекеттерден образованиясын айтып тұрмын. Енді егер де бізде дәл қазір Қазақстанда мысалы финское образование болса, онда бұл жерде әңгіме мүлде басқаша болатын еді. Ал дәл Қазақстандағы образование, және де Қазақстанға да емес, бұл жерде Ресей бар, Қырғызстан бар, Өзбекстан бар. Былайша айтқанда постсоветский мемлекеттер, ол жердің образованиясы енді кешіріңіздер, дұрыс емес негізінде образованиясы. Өйткені
бала деген ол баға оқымау керек. Ал біздің басты мақсатымыз балалардың қарап тұрсаң мақсаты олар баға үшін оқу. 5 алу, басқа да басқа. Чтобы просто қызыл диплом алу, немесе алтын белгі бітіру, немесе қызыл аттестат алу. Сондықтан да достар, бүгін енді сондықтан деген сөзді көп айтып тұрмыз, өйткені ойлар көп. Басқа да бір ойларды айтуға болады, мысалы, жай ғана форманың өзінде басқа енді образованиялармен салыстырып отырған кезде проблема бар. Мұғалімділіктің өзінде проблема бар. Балаларға сабақ берудің өзінде проблема бар. Бұл жерде больше практика керек. Жалпы бірден үйрену үшін практика керек. Ал мектепте практиканы аз береді. Бұл шындық. Сондықтан да теорияны, өзіне керек қана теорияны ал, болды. Сол кезде ғана саған образование тиімді болады. Ал өте көп, бірақ саған керек емес теорияны алай беріп, сен бәрібір де сен математикта болып шықпайсың, сен математик болып шығасың, сен былай болып шығасың, сен тілден мықты боласың, сен тарихшы боласың, сен бүкіл жерден алып шықпайсың ғой. Жоқ, саған біреу, идеально біреу болады. Ал былай бірнешеу сала болады ғой. Сен мысалға, сен точно гуманитарный адамсың, либо физматтың адамсың, екеуін де бірге алып жүру, ол саған қиындық болады деген сияқты. Осыны түсіну керек. Ендеше достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан да оқушылар міндетті түрде өздеріңізге керек білім алыңыздар. Өздеріңізге қандай керек деп санайсыздар, соны оқыңыздар. Бірақ мұғалімдерді құрметтеуді ұмытпаңыздар. Ендеше достар, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.